Алтай ауданы Тұрғысын ауылында бүгін үлкен фестиваль басталды. Фестивальдің атауы Алтын Тұрғысын деп аталады. Фестивальға Ресей және Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген әншілер гитарада және өзге де аспаптарда өнер көрсетеді. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру аясында өткізілген шара аталған фестивальдің алғашқы президенті ұйымдастырушысы, жазушы ақын Александр Егоровқа арналады. Тұрғысын өзені жағасында жыл сайын жазда өткізілетін мерекеге танымал әншілер мен ақындар келіп, жаңа дарындыларды анықтайды. Дәстүрлі түрде байқауға суретшілер, ақындар, фотографтар, қолданбалы өнер шеберлері қатысты. Қонақтарға қазақ дәстүрін дәріптеп отыратын Алтай ауданы биыл сүндет той салтын көрсетті. Фестивальге Алматы, Өскемен, Санкт-Петербург, Новосібір, Барнаул және Шығыс Қазақстан облысының әр аудандарынан қонақтар келді. Фестиваль это мой не первый, я уже сбился счету. Бұл мен алғашқы фестивалім емес, тіпті өткен шараларда жеңімпаз болғанмын. Поэзия және проза номинациясына қатысқанмын. Бүгінде фестивальде өз өнерімді көрсетуге және жаңа адамдармен танысуға келдім. Жиналған адамдар алыс арақашықтыққа қарамастан жаңа идеялармен бөлісіп, жақындарымен қауышып, жаңа достар тауып, бір-бірлеріне жақсы көңіл-күй сыйлай білді. Таңғажайып табиғат, суы мол Тұрғысын өзені, жақсы ауа райы, шығармашылық рух фестиваль қатысушыларын жігерлендіріп, жақсы демалуларына ықпалын тигізді.